Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен красный бархат, яғни қызыл бархат пирожныйын жасайтын боламыз. Бұл оригинал рецепт десем де болады. Бұл рецептпен жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез жасалынады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қоңыраушаны басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Және оған шекерімізді 3 бөліп, жұмыртқамыз көлемін 2 есе ұлғайтқанға дейін жақсылап араластырыңыздар. Оған уақыттарыңызды аямаңыздар. Шекерімізді ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Біздің шекеріміз көлемін 2 есе ұлғайтты. Енді бұған бөлме температурасындағы сары майымызды араластыратын боламыз. Сары майымызды жақсылап араластырып, енді бұған бөлме температурасындағы айранымызды қосамыз. Араластырып аламыз. Барлық грамдарын мен төменде жазып кететін болам. Енді құрғақ ыдыстарды ұнды електен өткізіп, оған красителімізді, какаомызды, разрыхлителімізді араластырып аламыз. Сөйтіп, сұйық қоспамызға 3 бөліп араластырыңыздар. Менің бізде осындай сұйық қамырымыз дайын болды. Қатты сұйық емес, орташа. Осындай қамыр дайын болады. Қарасаңыздар, түсі қанық, қып-қызыл. Ол үшін сіздер осындай индийский красительді қолданыңыздар. Қанша красительді қостым, көбісі розовый болып кетеді. Сондықтан да осындай индийский красительдерді алыңыздар. Арнайы мешокқа кондитерлік біздің қоспамызды саламыз. Байқап тұрсаңыздар, пергаменттің астында мен арнайы А4 бумагаға шеңбер етіп шығарып алдым. Егер сізде силиконовый коврик бар болса, осындай арнайы шеңбер бар, онда соны қолдансаңыздар болады. Егер жоқ болса, мен құсап осылай істесеңіздер болады. Өстіп шеңбердің ішіне әдемілеп қойып аласыздар. Енді креміне кірісейік. Ол үшін бізге творожный сыр және сахарный пудраны жақсылап араластырып аламыз. Бұнда творожный сырымыз және сахарымыз және сахарный пудра және мынада бөлме температурасында сары майды қосып араластырып алыңыздар. Көп араластырудың қажеті жоқ, креміміз сұйықталып кетеді. 1-2 минут болса жақсы араласады. Қол миксермен 3 минуттай араластырыңыздар.
Міне бізде осындай қою креміміз дайын болды. Кремімізді кондитерлік пакетке салып, осылай құйып шығасыздар. Бір-біріне осылай жабыстырасыздар. Астарыңыз дәмді болсын.